ары қарай кеттік. 13-те 12-ші есепті шығарайық. Бізге табу керек симметрия оси, төбесінің координатасы, мәндер жиыны және графиктің өзін салу керек. Так, біріншіден симметрия осini табу үшін, мынанда табу үшін біз мына функцияны алып 0-ге теңестіреміз. Яғни, қараңыз, x минус 2,6 дегенді x минус 2,6 дегенді ашамыз, x квадрат минус 2,6-ны 2x-ке көбейтем, минус 5,2x плюс 2,6-ның квадраты, ол бізде 6,76 тең болады 0. Яғни түсіндіңіздер ғой, бізде a минус b-ның квадратының формуласы бойынша біз оны аштық. Енді осыдан біз x тең болады минус v бөлу 2a деген формула арқылы тауып аламыз. Бұл бізге керек болады симметрия осini табу үшін және төбесінің координатасын табу үшін. Яғни v дегені менде минус v деген минус 5,2, алдында минусмен плюс 5,2 бөлу 2, a бірге тең. Так, 5,2-ні 2-ке бөлсек, 2,6 шықты. Бұл бізде симметрия оси. Симметрия оси дегеніміз, достар, бұл бізде мына 2,6-дан симметричны екі жаққа қарап етіп дамып кетеді деген сөз. Түсінікті, То есть ол қақ ортасы деген ғой, параболаның қақ ортасы мына 2,6-дан ол қазір былайынан кетеді. Так, енді симметрия оси табылды. Төбесінің координатасын табу үшін мына біз x-ті тауып алдық, y-ті табу үшін 2,6-ның орнына қоя салам, сонда y не болады? 0 болады. Сонда бұның координатасы 2,6-дан 0. Бұл бізде төбесінің координатасы. Мәндер жиыны. Мәндер жиын қазір графикті көрсетеміз. Графиктің өзін салу керек. Ол үшін давайте мән берейік. X, Y. Так, x-ға 0 беріп менімше керек емес сияқты. 1,6-ны берекші. 1,6-ны берсек, минус 1 болады, минус 1-дің квадраты 1-ге тең. 2-ны версек, 2-ны вереміз ба? 2-ны верек жарек. 2-ны версек 0,6 шығады, оның квадраты 0,36. Совсем төмен болып кетті, Так, 3,6-ны верекші. 3,6-ны версек, тоже 1-ге тең, 1-дің квадраты 1. Так, 4,6-ны верек. 2 болады, 2-ның квадраты 4. 3,2-ны берек. 3,2-ны берсек 0,6 болады, оның квадраты 0,36. Так, енді графигін салайық мына жерде, сонда белгілі болады. Так, қараңыз, 1,6-да 1. Мына жерде төбесінің координатасын салмадық, мына 2,6-ның төбесін берекші, төбесі мына 2,6 болғанда 0 болады. Так, соны көрсетіп жүруге болады. Бірінші 2,6 болғанда, мына 1, 2, 2,6 примерно мына жерде дейікші. Мынау менде төбесі. Ары қарай 1,6 болғанда, 1-де 6 болған кезде ол 1-ге тең болады. 2-ге тең болған кезде ол 0,36 болады. Мына жерде примерно да. 4-де 6 болған кезде 4 болады. 2, 3, 4. 4-де 6 болған кезде ол 4 болады. 4 примерно мына жерде. 3,2 болған кезде 0,36 болады тоже. 3,2 мына. Так, 1, 2, 3, 3,2 болған кезде 0,36 мына жерде. 2,6 болғанда 0, оны сыздық. 4,6. Так, мынаған симметричны қылып жасау жүйерге болады. Бізде қайсы жана 4,6 болды ма? Мына жерге минус 2-ны беруге болады. Минус 2-ны берген кезде Так, мына жерге былай беруге болады. Симметричны болу үшін 0,6-ны берсек,
минус 2 болады, минус 2-ның квадраты 4. То есть мұны 0,6-ны берсек, 1, 2, 3, 4. Мына жерден түседі. Сонда біздің параболамыз 1, 2, 3. Мына жерден түседі, мына жерден кешірім сұраймын. Параболамыз былайдан өтеді. Осында алып. Так, бұл бізде y тең x минус 2,16-ның квадраты. Мына симметрия осі дегеніміз, мына жер айтып тұрғаны, мынадан жаңа өтіп жатыр ғой, мына. Симметрия осі дегеніміз мынау. Яғни ортасы, төбесі қай жерден басталады, осы жерден барады, ол екі жаққа бірдей болып, екі жаққа былай тармақтары кетеді. Симметриясы деген осы. Яғни төбесінде симметрия болады. Мына төбесін байқасаңыздар, бізде 2,16-да 0 болды, иә. Енді бізде соңғысы қалған мәндер жиыны. Мәндер жиыны дегеніміз мына y осі бойынша қай жаққа қарай кетіп жатыр, соны қараймыз. То есть ол қай аралықта тұр? Ол бізде мына графиміз қай аралықта тұр? Y осі бойынша ол бізде 0-де, мына 0-ден жоғары қарай жатыр, иә? Ол никак төменге түспейді. Дұрыс па? Мына төбесі дейтін, ол төменге түсіп кетпейді, ол тармақтары былай қарай кетіп жатыр. То есть мәндер жиыны бізде, мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. 0-ден плюс шексіздікке дейін. То есть 0-ден плюс шексіздікке дейін кетіп жатыр. 0-ді қосып алғанда, иә? Так, бұл біріншісі түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Екіншісі y тең болады x плюс 0,12-ның квадраты. Бұнда да дәл солай талды. Мынаны ашайық. X квадрат плюс 2 көбейту 0,12 көбейту x. 0,14x плюс 0,2-ның квадраты 0,04-ге тең. Тең 0-ге. 0-ге теңестіріп жібереміз, дискриминант табамыз. 0,4-тің квадраты 0,16. Ой, 0,16 минус 4 көбейту 0,04. Так, 4 көбейтем 0,04. 0,16 болады. 0,16-ны алып тастасақ, дискриминантымыз 0-ге тең болды. Так, енді бізде x-ті табу керекпіз. X бізде минус v бөлу 2a болады, иә? Естеріңізде формула дискриминант 0-ге тең болса, x-тің тек қана бір ғана мәні болады. Минус v бөлу 2a. Как раз бұл бізде и симметрияда болады, и төбесінің координатасы болады. Так, минус v деген минус 0,14 бөлемін 2, сонда ол минус 0,12-ге тең. Яғни бұл бізде симметрия осі, мына, минус 0,12-де симметричный кетеді бұл. И төбесін тоже тауып жіберге болады. Мынау минус 0,12 төбесі болады. Сол кезде y-іміз 0-ге тең. Яғни төбесі минус 0,12-де 0. Таптық. Енді графигін сызу үшін біз кесте құрамыз. X, y. Так, 0,12. Мына 0-дерін жазып алайық. Минус 0,12 берсек 0 болады. Бұл төбесі, иә? 1,18-ді берекші. 1,18 болса 2, 2-ның квадраты 4. 2-ның квадраты 4. Және минус 2,12-ні берсем, тоже минус 2 болады. Минус 2-ның квадраты 4. 2,18-ді берек. 2,18-ді берсек 3 болады. 3-ның квадраты 9. Және минус 3,12-ні берсек 3 болады. Минус 3-ның квадраты 9 болады. Мына осымен шығарайық. Осыдан кейін қазір мәндер жиын табатын боламыз. Так, бұны енді мен басқа түспен жасайын. Так, минус 0,2-ден 0. Ну, почти бұл, почти мына жер, иә? Минус 0,2-ден 0 деген мына жер. 0-ге жақын. 1,18-де 4. 1,18 2-ге жақын жерде бұл 4 болады. Минус 2,12-де 4. 1, 2, минус 2,12-де. Так, мына жер, 4. 2-де 8-де 9. 1, 2, 3. 3-ге жақын ғой. 9 деген 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, мына жер
примерно мына жер. И минус 3-те 2-де 9 болады. 3-те 2-де мына жер примерно мына жерде. Так. Мінекей графигі. Бұл бізде y тең болады x плюс 0,12-ның квадраты. Так, енді бұның да мәндер жиын табайық. Мәндер жиыны тоже 0-ден y оси бойынша 0-ден жоғарға. Мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін кетіп жатыр. Енді бұл 2-ді үшіншісі. Бәрін бір графикке салам, достар, сіздер бөлек-бөлек саларсыздар, я? Менде басқа салатын жер болмай жатыр. Так, минус x минус 3,1-дің квадраты. Енді қараңыздар, функцияның алдында, x квадраттың алдында минус тұратын болса, бұл тармағы төмен қарайды деген сөз. Қазір бұл төменге кетеді. Бұны тағы да симметрия осымен төбесінің координатысын табу үшін бұны біз 0-ге теңестіріп жібереміз, ашамыз. Минус x квадрат минус 6,2 плюс 3-тен 1-дің квадраты 961. Мен формуланы түсіндіріп атқан жоқпын. Бұл формуланы сіздер жатқа білесіздер. Минус x квадрат плюс 6,2 минус 961 тең 0-ге. X квадрат минус 6,2 плюс 961 минус 1-ге көйтеміз, 0-ге. Енді симметриясын табу үшін минус v бөлу 2-ны пайдаланамыз. Яғни 6,2 бөлу 2, ол менде 3,1-ге тең. Бұл менде симметрия оси. Енді координатысын, төбесінің координатысын табатын болсақ, бұл бізде осыған тең. 3,1-ге тең болған кезде орнына қойсақ 0-ге алып кетеді, 0-ге тең. Яғни 3,1-де 0 болған кезде бұл координатысының төбесі екен. То есть төбесінің координатысы. Керісінше айтып отырмын. Так, енді графигін салу үшін кесте сызайық. X, Y. Төбесін жазып алайық. 3,1 болғанда 0 болады. Так, 1,1-ді берейік. 1,1-ді берсек, минус 2 болады. Минус 2-ның квадрат 4. 4-тің алдында бәрібір минус бар, минус 4 болады. 5,1-ді берейік. 5,1-ді берсең тоже 2. 2-ден квадраты 4. Минус 4 болады. 4 алдында минусымен минус 4. Әдейі симметрично алып беріп отырмын. Так, 2,1-ді берейік. 2,1-ді берсең минус 1. Минус 1-дің квадраты 1. Алдында минусымен минус 1 болады. 4,1-ді берейік. 4,1-ді берсек, азайтсақ 1 болады. 1-дің квадраты 1. Алдында минусымен минус 1. Осымен енді салып көрейік. Бұны енді басқа түспен салайын уже. Так, сіздерге түсінікті болу үшін. Мынау менде жасыл түспен салынды. Мынау менде қазір розовый түспен салайын деп жатырмын. Ал мынау менде ақ түспен салынды, чтобы мына графиктарын шатастырмас үшін. Так, 3-те 1-де 0. 1, 2, 3, 3-те 1-де 0. Мына жер. 1-де 1-де минус 4. Почти 1 ғой енді. Минус 4. 2, 3, 4. 5-те 1-де минус 4. 3, 4, 5, минус 4. 2-де 1-де минус 1. 1, 2, 2-де 1-де минус 1. 4-те 1-де минус 1. Так, мынау 4, 1, 2, 3, 4, 4-те 1-де минус 1. Значит, графигіміз біздің былайынан кетеді. Төменге қарай. Бұл бізде y тең минус x минус 3-тен 1-дің квадраты. Жаңа естеріңізде ме айттым, алдында минус болса тармағы төменге қарайды деп. Және бізде соңғы 4-ші y тең x квадрат минус 2,4. Так, бұл жерде тағы да 0-ге теңестіреміз. Минус 2,4 тең болады 0. X квадрат тең болады 2,4. X тең 2,4-дің түбірі.
2,4-тің түбірі жоқ. Шамамен 1,5 деп аламыз. Шамамен плюс минус 1,5 деп аламыз. Бұл бізде симметрия оси, симметрия оси плюс минус 1,5 деп өтіп жатыр. Так, яғни бұл бізде екі жақтан кетеді екен. Так, хорошо, қазір көрейікші. Мәндерін беріп көрейік. X, Y. X-ға 0 берсек, минус 2,4 тең. Бір берсек, минус 1,4. Минус 1 берсек, тоже минус 1,4. Мынаны берсек, 1,5 берсек, шамамен, 0-ге тең болады. Минус 1,5 берсек, тоже 0-ге тең болады. Так, ары қарай 2-ні берсек. 4. Так, үлкендеу берекші, 3-ті берекші. 9. 9 минус 2,4. 6,6. Минус 3-ті берсек, 6,6. Так, енді сызып көрейік. Мен өзіме де қызық болып тұр бұл. Сары мен сары. Бұл бізде сары график бар. 0-де x 0 болғанда минус 2,4. Минус 2,4. Мына жерде 1 болғанда минус 1,4. 1 болғанда минус 1,4. Мына жерде минус 1 болғанда тоже минус 1,4. Мына жерде 1,5 болғанда 0. 1,5 болғанда 0. Минус 1,5 болғанда 0. 3 болғанда 2. 3 болғанда 6,6. Так, 3 болғанда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерде минус 3 болғанда тоже 6,6, я. 3 болғанда. Так, 6,6. Так, бұл сонда что-то нүктемнен өтпей қалдым. Иә, түсінікті. Түсінікті. Координатысының төбесі бұл x 0 болғанда так, төбесін айтайын. X 0 болғанда y минус 2,4-ге тең болады. Мына төбесі мына жерде. Минус 2,4 бұл төбесі. Және симметриясы да осы. Симметриясы да мынау. X 0 болғанда y минус 2,4-те мына жерден симметрия мына 0 y осімен симметричный екіге бөлініп жатыр. Так, бұл бізде жазып қояйық. Y тең x квадрат минус 2,4. Енді бұның мәндер жиыны, қарасаңыздар, мәндер жиыны, ол уже 0-ден басталмайды. Мыналар жаңа 0-ден басталды ғой, мынан жаңа үшіншісінің мәндер жиынын жазуға ұмытып кетіппіз ғой. Бұның мәндер жиыны міне нешеден 0-ден басталды. 0-ден басталды. Минус шексіздікке дейін бұның мәндер жиыны 0-ден минус шексіздікке дейін бұл набір төмен кетіп жатыр. Мынаның мәндер жиыны. Так, міне минус 2,4-тен міне мәндер жиыны. Минус 2,4-тен жақшамен плюс шексіздікке қарай кетіп жатыр бұл. Плюс шексіздікке қарай. Окей.